Көріңіздер және хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұнатпаңыз. Тұман, екпіні, күшті жел 12 өңірде ауа райына байланысты ескерту жасалды. Синоптиктердің болжамынша 27 қарашада елдің 12 өңірінде ауа райы қолайсыз болады. Олда облысының солтүстігінде орталығында тұман түседі. Қызылорда облысының солтүстігінде орталығында тұман. Түркістан облысының оңтүстігінде таулы аудандарында тұман. Атырау облысында шығыстан жел соғады. Ақтөбе облысының оңтүстігінде тұман түседі. Маңғыстау облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады. Қостанай облысының солтүстігінде тұман. Солтүстік Қазақстан облысының батысында оңтүстігінде тұман түседі. Жетісу облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады. Батыс Қазақстан облысының батысында оңтүстігінде, солтүстігінде тұман. Абай облысының солтүстігінде, орталығында тұман түседі. Жел шығыстан соғады. Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде тұман түседі. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең ұмытпайық.